сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз математика сабағымызды бастаймыз. 5-ші сабақ. Бізді жоғалтып алмас үшін лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпа. Ал бастайық. 3 саны және цифры. 3 санының құрамы. Балалар, 3 санымен танысайық. Суретке қарап алыңдар. Балалардың немен айналысып жатқанын айт. Әр топта неше баладан бар? Балалар, қараңдаршы, 3 топ бар екен, я? 1 топ, 2 топ, 3 топ. Әр топта 3 баладан бар. Бірінші топ жүгірумен айналысып жатыр. Екінші топ турникке тартылып жатыр. Үшінші топ бір-біріне доп лақтырып ойнап жатыр. Екінші тапсырмаға көшейік балалар. 2 дөңгелек ал, тағы біреуін қос. Неше болды? Екінші суретте не көрсетілген? Балалар, бірінші қараңдаршы, 2 қызыл дөңгелек берілген. 2 қосу 1 тең 3 болады. Келесі суретте 1 көк дөңгелекке 2 қызыл дөңгелек қосылған. 1 қосу 2 3 болады. Ал келесі суретте керісінше 3 дөңгелек берілген, біреуін сызып тастаған. Демек 3 азайту 1 тең 2. Ал астында 3 қызыл дөңгелек берілген. Екеуін сызып тастаған. Демек 3 азайту 2 тең болады 1. Екінші есепті шығарайық балалар. Заттарды сана. Қай заттар 3-тен кем? Салыстыр. Балалар, бірге санайықшы. Ракетка қанша? 3-еу. Баскетбол добы 5-еу. Ойыншық топ 1-еу. Және футбол добы 2-еу. Енді салыстырып көрейік. 3 5-тен кіші. 3 1 санынан үлкен. 3 2 санынан үлкен. Үшінші есеп. Бос орынға қандай фигура қажет екенін досыңа түсіндір. Олар қайда орналасқан? Балалар, бірінші көк дөңгелектерді санаймыз. 3-еу. Күлгін 4 бұрыштарды санаймыз. 3-еу. Сары 3 бұрыштар жетпейді. Демек бұл орында сары 3 бұрыш болады. Ал келесі торта балалар. Санайықшы, қанша жалаушалар бар? 6 жалауша бар. 2 көк, 2 жасыл, 2 сары. Тек орындары жасыл бірінші тұрады, сары екінші тұрады, көк үшінші тұрады. Осымен сабақ аяқталды. Лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпа. Сау болыңдар балалар.